кез келген Қазақстан Республикасының азаматы кез келген уақытта, кез келген сот ғимаратына ешқандай кедергісіз кіруге құқылы. Кіріп, сотқа қатысып, сот отырысының қаншалықты заңға сәйкес өтетіндігіне көз жеткізуге әр адам құқығы бар, әр адамның құқығы бар. Бұл жерде Алматы қалалық сот заңды бұзып отыр. Оған полиция қызметкерлері, прокуратурасы бастап, қала әкімшілігі бастап, осындай заң бұзушылыққа бастама жетекшілік етіп отыр. Осыны қазір дереу көріп отырған, тыңдап отырған Қазақстан Республикасының бас прокуроры бар. Енді осындай өзінің заң бұзғанына көзіміз жетіп отыр. Жоғарғы сот қазір көріп отырса, президент әкімшілік көріп отырса, осындай жағдайлар халықтың наразылығын керісінше ұлғайтады. Халықтың мына заңсыздыққа деген көзі жетіп отыр. Егер қаңтардағы соттар әділетті өтсе, қаңтардағы тергеу, қаңтар жағдайдағы болған мына заңсыздық, азаптау, адамдарды қинау, халықты қырып өлтіру, егер соның бәрі заң шеңберінде болса, егер биліктің жасыратын ештемесі болмаса, онда Алматы қаласының ең үлкен ғимаратында, тіпті республика сарайында осындай сот процесін өткізу керек. Кез келген Қазақстанның азаматы келіп қатысып, көзін жеткізсін шындық екендігіне. Ал биліктің жасыратыны болғандықтан, заңсыздық көзге ұрып тұрғандықтан осындай амал жасап отыр. Бұл деген ешқандай ақылға да, заңға да сыймайтын нәрсе. Барып тұрған заңсыздық.